Сәлем достар. Мінекей спагеттиден лагман жасаймыз. Алдымен қайнаған суымызға тұз салып, спагеттимізді салып, араластырып, жабысып қалмау үшін араластырып, қайнатып, пісіріп аламыз. Бұл тағам өте оңай және жеңіл, жылдам дайындалатын тағам ретінде және тойымды тағам. Спагеттиміз пісіп дайын болды, оны сүзіп аламыз. Сүзіп, ыдысымызға салып, оны суытып аламыз. Етімізді жақсылап, майдалап, ұсақтап етіп тураймыз. Және пияз, сәбіз, картоппенен дәмді етіп лагман дайындауға болады спагеттидан. Piyazımızды ұсақтап турап аламыз. Дәл солай етіп сәбізімізді тураймыз. Және картопымызды ірілеп, соломка етіп турап аламыз. Барлығын турап болып, достар, осындай түрлі тағамдарды көру үшін менің парақшама жазылып, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Сковородканы қыздырып, май құйып, етімізді жақсылап қызартып қуырып аламыз. Етімізді қуыру барысында шамалап тұз саламыз. Етіміз қуырып алу үшін бетін қақпағымен жауып қоямыз. Және етіміз қуырып болғаннан кейін оған сәбіз саламыз. Сәбізімізбен бірге қоса етімізді қуырғаннан кейін оған пияз саламыз. Барлығын араластырып, шамалы қуырылуын күтеміз. Картопымызды саламыз үстіне. Жақсылап араластырамыз. Картопымызда шамалы қуырылу керек. Қақпағын жауып, тағы тындырып қояйық. Оған 2 дана сарымсақ пиязымызды қосамыз, майдалап, ұсақтап турап, және үйдегі бар икрамызды салып қызартатын боламыз. Укропымызды саламыз. Жақсылап араластырып, үстіне 1 шөміш суды құямыз. Сорпамыз қайнап шыққаннан кейін бақылап қарап тұрамыз. Қайнады, қақпағын көтеріп, астында қалауын төмендетеміз. Және піскенге дейін күтеміз. Жарты сағатта піседі тамақ. Тамағымыз дайын. Спагеттиміз кесеге салып, үстіне подливамызды құя берсек болады. Ал өте дәмді, иісі қандай керемет лагманымыз дайын болды. Сіздерге де осындай лагман
тез әрі оңай дайындалатын лагманды дайындауға кеңес беремін. Ас болсын.